Саламатсызбы, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі біздің сабағымыз психология, басқару психологиясы пәнінен жанжал психологиясы және оны шешу жолдары тақырыбындағы дәріс сабағын ұсынып отырмыз. Жоспар бойынша жанжалдың бірінші сұрағымыз жанжалдың жалпы түсініктері, оның функциялары мен элементтері. Екінші сұрағымыз жанжалдардың себептері мен конфликтогендері. Жалпы бізде сабақтың мақсатына тоқталатын болсақ, ішкі істер қызметкерлеріне сөйлеу қабілеті мен коммуникативті дағдыны дамыту, агрессиямен күрес, экстремал жағдайда өзін-өзін ұстай білу, қарым-қатынас түрлі әдіс-тәсілдермен меңгеру, шыдамдылық, сабырлық, ұжымда жұмыс істей білу дағдысымен машықтанып алудың тиімді тәсілдерін үйрену болып табылады. Сол себептен сабақтың негізгі міндеті полиция қызметкерлерін жаңа келбетін қалыптастыру, рухани адамгершілік қасиеттерін арттыру қазіргі таңдағы басты назар. Осыған орай ішкі істер қарым-қатынас кезіндегі оның имиджін, халықтың ішкі істер қызметкерлерінің сенімі деңгейін арттыру мақсатында бүгінгі, яғни дүниетанымды, патриотизмді, ант пен қызметтік борышқа адал және полиция қызметкерлерінің жаңа келбетін, рухани адамгершілік қасиеттерін арттыру болып табылады. Жалпы бүгінгі бастайтын болсақ, дау-жанжал дегеніміз не? Дау-жанжал дегеніміз екі адам мен екі топтың арасындағы көзқарастарының, ойлауларына бір-біріне қарама-қайшылықтары. Жанжал бұл өзара зиян келтірумен сипаттайтын әлеуметтік қарым-қатынастардың субъектілерінің тайталасы. Жалпы дау-жанжал себептерінің негізгі түрлеріне қарайтын болсақ, жанжалдың объектісі және субъектісі. Бұл жерде жанжал объектісі білесіздер, яғни белгілі бір мәселе болатын болса, оның жанжалдың субъектісі сол жанжалға қатысушы адамдар санына жатады. Жалпы дау-жанжалдың шығу себептері үш түрі бар. Үдеуіне байланысты, дау-жанжалға қатысушылық субъект саны бойынша және қарама-қайшылықтың бағыттылығына байланысты. Жалпы енді үдеуіне тоқталатын болсақ, бұл жерде антогенестік және антогенестік емес деген түрлері бар. Бұл жерде антогенестік әрбір ұжымдағы мысалы дау-жанжалды көздеп отыратын адамдар жиынтығы болатын болса, мысалы оларға холериктер де алуға болады, темперамент өкілдерін. Ал антогенестік емес, мысалы белгілі бір дау-жанжалды көздемейді, бірақ туу себебіне алып келеді. Бұл жерде жаңағы дау-жанжалдардың туу себебіне алып келуге мысал келтірейін. Мысалы белгілі бір лауазымға ұсынылып отырады. Сол ұсынылып отырған жағдай кезінде екі адамның арасында ашық немесе жасырын түрде дау-жанжалдар пайда болуы мүмкін. Яғни басшы тарапынан немесе ұсынылып отырған тарап оған ұсыныс жасады, бірақ дау-жанжал тууына алып келді екеуінің арасы. Сол себептен антогенестік емес түрлері болып табылады. Енді дау-жанжалдың қатысушы субъектісінің санына байланысты болатын болса, бұл жерде яғни түрлері бар. Тұлғашылық дау-жанжал, тұлғааралық дау-жанжал, тұлға мен топ арасында дау-жанжалдар және топ арасындағы дау-жанжалдар болып табылады. Бұл жерде, яғни ат айтып тұрғандай, тұлғашылық дау-жанжалдар, яғни белгілі бір тұлғаның ішінде болатын, мысалға дау-жанжалдар жататын болса, тұлғааралық, яғни екі тұлға арасында және тұлға топ, бір тұлға мен топ арасында болатын және топ арасында, яғни екі топтың арасында болатын жанжалдарға тоқталамыз. Жалпы жанжалды жағдай нақты қатынастың себепті қамтитын жинақталған қайшылықтар. Соның ішінде ең бірінші бізде инцидент. Инцидент деп отқанымыз дау-жанжалға себеп болатын жағдайлардың жиынтығы. Онда жанжалдар өзара ерекше мүдделерінің нәтижесінде ашық қақтығыстар жасалынады. Жалпы енді дау-жанжалдардың негізгі түрлері бойынша, яғни бағыттылығына байланысты, бағыты бойынша көлденең бір-біріне бағынбайтын қатардағы қызметкерлер арасында болады. Тігінен бір-біріне бағынатын адамдар арасында болатын және аралас екеуі де ұсынылған формада болады. Сол себептен келесі ашық қақтығыс, бұл күрес адамдардың арасында шиеленіс қарсыласты жеңу үшін барлық құралдарды жақсы болатын кезеңге жетеді.
және жасырын қақтығыс. Бұл жағдай тараптардың әрекетсіздігімен байланысты эмоционалды және қабылдаулардың құндылықтары мен мағыналарының сәйкес келмеуі. Сонымен қатар уақытша сипаттамалары бойынша қысқа мерзімді, яғни ұзақ және ұзаққа созылған болып бөлінеді. Жалпы жанжалдың себептеріне тоқталатын болсақ, бұл топтық жағдайдағы себептерге айтуға болады. Қызметтік әдепті бұзу, бағыныштылардың әділетсіз бағалауы, технологиялар мен құрылымдық және ұйымдастырушылықтың белгісіздік жағдайлары, ресурстарды бөлу, қанағаттанарлықсыз коммуникациялар және мақсаттардағы және оларды қол жеткізу тәсіліндегі айырмашылықтар болып табылады. Ал жеке жағдайына байланысты болатын болсақ, өмірлік құндылықтардың айырмашылықтар өзін ғана дұрыс санау. Бұл жерде яғни жанжалдың себептері болады, себептеріндегі іс-әрекеттер. Яғни дұрыс ұйымдастырмауынан, сол себептерден белгілі бір жұмыстарды дұрыс бөлмеуіне байланысты осындай жағдайлар алып келеді. Және дау жанжалға әкеліп соқтыратын іс-қимылдар, яғни адамға ашық сенбеу, оған сенімсіздік білдіргенін ашық айту, өз ойын айтып отырған адамды бөлу, ұстамсыздық, адамды ашық жақтырмау, үнемі сол адамды сөгу, адамдарға әділетсіз баға беру, қорқыту. Яғни бұл дау жанжалдарға әкеліп соқтыратын іс-қимылдардың түрлеріне жатады. Бұл жерде адамдардың көп тұрғандай ашық сенбеуіне, сенімсіздік, бағаламау, қорқыту, әділетсіз баға беру осы жағдайларды алып келеді. Сонымен қатар ұжымдағы жанжалдардың пайда болуы және оның қолдануы ықпал ететін факторлар. Бұл факторлар, яғни бірінші басшы қарамағындылардың кінәсінен болады және басшының кінәсінен немесе қарамағындағылардың кінәсінен. Жалпы басшы кінәсінен қандай дау жанжалдар алып келуі мүмкін? Басшы тарапынан ұжым ішінде дұрыс нашар ұйымдастырушылық, басшылықтың тиімсіз стилінің болуы, топтық бірігушіліктің болмауы, басшы тарапынан ұжым мүшелеріне қатысты мысалға тиісті бақылаудың болмауы, бағыныштылардың дұрыс емес мотивациясына және топтық келісімнің болмауына байланысты іште ұжымдарымызда бізде осындай дау жанжалдардың болуына алып келеді. Ал енді қарамағындағылардың кінәсінен болатын болсақ, ұжымның жеке мүшелерінің өзімшілдік мінез құлқы бұл бізде болып жатыр. Ондай жағдайлар әр ұжым ішінде. Жеке тұлғалардың теріс әлеуметтік көзқарастары, топтың жекелеген мүшелерінің агрессивтік мінез құлқы, кейбірде білесіздер, мана айтып кеткендей, біздер әр топтың ішінде де өзінің дау жанжалға тудырып отыратын, көздейтін бір мысалға азаматтары болады, мысалға ұжымда. Сол себептен осындай агрессияны, мінез құлықты болуына алып келетін жағдайларды көрсетуге болады. Сонымен қатар жалпы тапсырмаларды орындау кезінде ұжымның кейбір мүшелері жауапты мінез құлықтың болмауы, яғни ол да дау жанжалдың шығуына алып келеді. Жанжалдың шешудің бірыңғай ұтымды тәсілін тапқысы келмеуі, билікке ұмтылу және ұжымдық жеке мүшелерінің тарапынан басқарылмайтын әрекеттердің пайда болуына алып келеді. Яғни бұл қарамағындағылардың кінәсіне байланысты болатын дау жанжалдардың түрлері. Енді қызметтік жанжалдардың жиі тараған себептеріне қарайтын болсақ, яғни еңбектің жағымсыз шарттарын ынталандыру, түрлерінің жетілмеуі, тапсырмаларды дұрыс тарата білмеуі, қол астындағы қызметкерлер дұрыс психологиялық түсінбеуі, тұлғалық және жас ерекшеліктеріне байланысты сыйыспаушылық осыған жатады. Ал жеке адамның тұлғаларының сипаттамасын, мінез бітістеріне, іс-әрекеттің арнайы ерекшеліктері мен қарым-қатынастарына тудыратын, яғни қызметтік жанжалдардың жиі тараған себептері. Конфликтогендер бұл жанжалға апаратын сөздер мен әрекеттердің үлгілерін көріп тұрғандай, яғни тура жағымсыз қатынастар, кешірімді мысалға көзқарастар, қорлау, мақтау, сөгіс, қалжыңдау,
мақтаншақтық, мысалы өзінің шын және жалған жетістіктер туралы қуанып айтатын әңгімелер болуы мүмкін. Арамдық және қара ниеттік, ақпарат жасыру, алдау, адам сезімдері айлалы әрекет жасау, этиканы бұзу, мысалы кешірім сұрамай кездейсоқта ыңғайсыздық келтіру, мысалы амандаспау, назар аудармау, осының барлығы яғни конфликт агендердің үлгілеріне жатады. Сол себептен әрдайым біз өзіміз сол дау жанжалды болдырмау мақсатында алдын алу шаралар жүргізу керек. Келесі, жанжалға түсетін тұлғалардың түрлері. Демонстрациялық, яғни көпшілік алдында өзін көрсететін адамдар болады. Ригидиттік, бұл мінезі қатты адам болады. Басқара алмайтын, талапшыр, рационалистік, яғни танытық белсенділігі жоғары адам және әлсіз адам болып табылады. Яғни даулы шиеленісінің құрылымына тоқталатын болсақ, бұл яғни дауға жанжалға қатысушылар, дау жанжал барысында қатысушылардың іс-қимылдары, дау жанжалға әкеліп соқтыратын қарама қайшылықтар болып жатады. Дау жанжалдың динамикасы, оның қорытындысы және дау жанжалдың пайда болу себептері мен жағдайлары жанжалды шешу жолдарына тоқталады. Осындай, яғни дау шиеленісінің құрылымына жатады. Сол себептен әрдайым біздер даулы жағдайдың басынан бастап соңғы инцидентін шешу арқылы біздер сол дау жанжалдың болдырмауына алып келеміз. Келесі айтатын болсақ, психологиялық контакт. Бұл дегеніміз полиция қызметкерлері мен азаматтар арасында өзара сенім әңгімесі, қарым-қатынасы. Бұл жерде яғни біз психологиялық контакт жасар алдында полиция қызметкері азаматтар тарапынан оны тоқтату кезіндегі іс-әрекеті қалай? Тоқтату кезінде азаматтар тарапынан бізде агрессиялық қарым-қатынас пайда болады азаматтар тарапынан. Оған өзіңіз, мысалы, полиция қызметкері өзін сабыр ұстай біліп, эмоцияларын қоздырмай, дау жанжалға түспеуіміз қажет. Керісінше, оларға сенімділік, өзінің мейірімділігін көрсету арқылы дау жанжалдың алдын алу мақсатында ешқандай іс-әрекеттер жасамауымыз қажет. Сонымен қатар, қима адамдар мен мінез-құлықтың негізгі ережелері. Мұндай адамдар өткен шығындар мен көңілсіздіктерге байланысты жасырын қажеттілігі бар. Яғни, сондықтан олар қанағаттандырады. Қарым-қатынас барысында қиын адам керек бақылауға өз эмоцияларын көрсетеді. Қиын адамның өзінің мүдделерін қанағаттандыру үшін бәрімен осылай әрекет ететінін біле отырып, осы адамның сөздері мен мінез-құлқын өз есебінен ғана қабылдамайды. Таңдау кезінде ыңғайлы стильді қолдану, даулы жағдайларын ескеру керек. Сіздің қарсыласыңыз адамдардың қай түріне жатуы мүмкін. Егер сіз сол қиын адаммен қарым-қатынас жалғастыруды қажет деп санасаңыз, онда сіз оның шындықты айтуын талап етуіміз керек. Яғни біз қиын адамдармен жұмыс жасау кезінде осындай іс-әрекеттерді жасауымыз керек. Жанжалдың кезеңдері мен фазалары, яғни бастауыш фазасы, жанжалдың жағдайының тууы мен дамуы, жанжал жағдайдың ұғынуы мен сыртқы көрінуі, эмоциялардың құбылыстары болады, өз қарсыласы атынан сын немесе арам ниет пікірлері байланыстарға шек қою. Фазаның көтеруі, ашық жанжалға, яғни қатынастардың басталуы, қатысушылардың белсенді әрекеттерге өтуі, мәліметтер, ескертулер, тағы басқалар жүргізеді. Жанжалдың шарбасы, ашық жанжалдың дамуы мен қатысушылардың өз көзқарасы туралы ашық жариялайды және талаптарды қояды, бірақ та өз мүдделерін сезбейді және жанжалдың мәнін түсінбейді. Төмендеу фазасы, жанжалды шешу, оның құрамына тәуелді болғандықтан екі әдіспен жетуге болады. Педагогикалық, яғни әңгімелесу, көз жеткізу, өтініш түрінде түсінік беру және әкімшілік басқа жұмыстарды аудару, жұмыстан босату, комиссия шешімі мен сот шешіміне байланысты осы төмендеу фазаларына бөлуге болады. Дау жанжалды басқару. Жалпы дау жанжалды басқару, дау жанжалды болжау және функцияларына баға беру, дау жанжалды реттеу,
дау жанжалдың алдын алу және ынталандыру дау жанжалды шешу болып табылады. Жанжалды алдын алу болжау тек оның болдырмаудың алдын алып сақтау жолы бар. Яғни ерте ескертілген немесе күні бұрын шешілетін қақтығыстардың болдырмауы екі кезеңнен тұрады. Жартылай болдырмау, толықтай болдырмау. Сол себептен алдын алу үшін, яғни болатын инцидентті шешуіміз қажет. Дау жанжалдарды шешудегі әртүрлі факторларға тоқталатын болсақ, бұларда жанжалды шешудегі тепе-теңдік, жанжалға түскендердің ашық әңгімеге келу, сенімділік климатын орнату, жанжалдың маңыздылығын анықтау болып табылады. Бұл яғни жанжалды шешетін факторлардың түрлері. Соның ішінде бізде қазір медиация тарапы. Медиация тарапы ерікті келісім бойынша жүзеге асырылатын, олардың өзара қолайлы шешімге қол жеткізу мақсатында медиаторлардың жәрдемдесуімен тараптар арасындағы дау жанжалдарды реттеу рәсімдері. Бұл жағдайда мысалға қазіргі көп қолдану аймақтары бар: денсаулық сақтау, коммерциялық даулар, ішкі арасындағы корпоративті дауларға, мысалы жобаларды сүйемелдеу, іске асыру кезінде қорғайтын көптеген тараптарға байланысты болады. Жұмыстағы мысалы дау жанжалдар, отбасылық дау жанжалдар, авторлық құқыққа және зияткерлік меншікке қатысты даулар, білім саласындағы медиациялар немесе мәдениет аралық дау жанжалдарға байланысты көптеген дау жанжалдардың түрлері бар. Сол себептен осы медиация арқылы біздер көбіне шешу жолдары жүргізіледі. Мысалы, ол да қазір шешім тауып көптеген жағдайларда дау жанжалдарды шешу жүргізіліп жатыр. Сол себептен дау жанжалды шешу үшін барлық жақтың пікірі ұқсас болған жағдайда келісімге келу, сыртқы күштің заңдылық немесе моральдық еркіндігіне сәйкес келісімге келу, жанжалдасушы жақтардың бір жағына байланысты келісімге келу және ескерген жанжал өзінің маңыздылығын жояды және өз-өзіне шешіледі деген мақсатпен осы дау жанжалдарды шешуіміз қажет. Жанжалдардың алдын алу үшін еңбек жағдайларын жақсарту, оған ақы төлеу жетілдіру жөнінде тұрақты жұмыс, еңбек заңнамасын қатаң сақтау, қызметтік этиканы сақтау, ұжымдағы қызмет пен қатынастарын бақылау, проблемалық аймақтардағы анықтау және оларды шешуге күш салу. Ұжымда қолайлы психологиялық атмосфераны үйлестіру, ұжымның тыныс алуын білу, ұжымдық қаржылық жағынан да, моральды жағынан да ынталандырып отыруымыз керек. Бағыныштылардың үміттеріне есепке алу, жұмысты ұйымдастыра білу, перспективалық көзқарастарға алып келу, табысты қамтамасыз ету байланысты осы адамдардың арасында жанжалдардың алдын алу болады. Сол себептен жанжалдардың шешудің келесі тұлғалық стилі жалтару, яғни ол жанжалдан алыс болу, тегістеу, яғни сол жанжалдың болған жанжалды яғни төбімен шешу. Мысалы, келесі мәжбүрлеу, яғни бәсекелестік. Кейбір жағдайларда мысалға дау жанжалды шешу мақсатында осы стильдерді аламыз. Ымыраға келу және мәселені шешу. Осыған байланысты жанжал мәселесін шешу мақсатында мәселені шешім емес мақсат санаттарына анықтауымыз қажет. Мәселені анықталғаннан кейін барлық тараптар үшін қолайлы шешімді анықтауымыз керек. Екінші тараппен жеке қасиеттеріне емес мәселелерді назар аударуымыз керек. Өзара әсері мен ақпарат алмастыру арқылы атмосфераны құруымыз керек. Яғни бүгінгі негізгі алған тақырыбым дау жанжалға байланысты болғандықтан, бүгінгі дау жанжалға түскен кезде ең бірінші біздер іс-әрекетіміз өзіміздің өз-өзін ұстай білу, басты нәрсе инцидент, яғни басты дау жанжалға алып келген себептерді біз анықтап, соны шешу арқылы біздер дау жанжалды шеше аламыз. Сол себептен әрдайым дау жанжалға түспеуіміз қажет. Түспеуге
ішкі істер органы қызметкерлерінің арасында және азаматтар тарапынан ішкі істер органы қызметкерлері өз-өзін ұстау, стильді, жаңағы өзінің имиджін көтеру мақсатында, яғни дау жанжалдарға түспеуіміз керек. Бүгінгі сабақ аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.